Ассаламу алейкум, құрметті достар, көрсетуіміздің қадірлі ықыласпентлері. Эфирде бүгіннің сөзі көрсетуі. Биыл ғаресіздігімізге 35 жыл толмақта. Бұл жыллар халық қожалығының әр бір тарауында реформалар дәуірі болды десек қателеспейміз. Әсіресе соңғы 10 жылықта жаңа Өзбекстанда халықтың жасау дәрежесін көтеруге қаратылған ілажлар нәтижесінде ауыл қалаларымыздың келбеті түпкілікті өзгеріп, адамлардың бүгінгі күннен разылығы, ертеңгі күнге болған сенімі беккем артпақта. Біз бүгінгі көрсетуімізде студиямыз меймандарымен ғаресіздік берген имканиятлар хақында сөйлесуді мақұл көргенбіз. Кейінгі жылларда білеміз, мемлекеттік басқаруда ашық, айдынлық һәм халықпенен пікірлесу принциптері бір қанша өзгерістерге алып келді. Енді хош сізіңше мемлекет халық үшін қызмет етуі керек деген принцип әмелиятта қалай көрсетілмекте? Президентіміздің тікелей басламасымен 2016 жылы алдынан сол не бар еді, аз мен айтып өтпекшімін. Өзбекстан Республикасының физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатлары хақындағы низам қабыл етілген еді 2011 жылы. Сол низам талапларына муафиқ физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын көріп шығу низам талапларына уақыт тек қана оны қызмет қанамызға келген уақытында, ямаса қайсы бір мемлекеттік ұйым һәм шөлкемнің басылығына келген уақытында, егер ол басылығын не дейді, қызмет қанасынан табу имканияты болмай қалу имканиятлар бар еді. Тікелей ұшыраспаса, ямаса жазба түрде бұқаралардың сол құй сауатқалығы, құй мәдениеті, құй білімі пәслігі нәтижесінде қайсы мемлекеттік ұйымға мұражат ету керек, қайсы мемлекеттік ұйымның мұражатында көрсетілген мазмұны бойынша қайсы мемлекеттік ұйымның функциясына, вазифасына кіретіғылығынан хабардар емес еді. 2017 жылы құрметті президентіміздің бастамасыменен Өзбекстан Республикасы президентінің халық қабылдауханасы шөлкемлестірілді. Халық қабылдауханасы шөлкемлестірілді. Бұнда халық қабылдауханасы Ташкент, Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы һәм уилаятларда һәм район қалаларда халық қабылдауханалары шөлкемлестіріліп, бұл тікелей физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын көріп шығуменен тікелей соны көріп шығатын ұйым байланды. Енді біз жоғарыдағы көтерілген мәселеге келіп шығып айтатын болсақ, құрметті президентіміздің бұқаралар мемлекеттік ұйым үшін емес, мемлекеттік ұйымдар бұқаралар үшін қызмет қылу керек деген принцип текарында осы халық қабылдауханасы басқа да мемлекеттік ұйымлардағы қызметлер тарауы кеңейттірілді. Енді бұл бағдардағы жұмыслардың әмели іс тәжірибесі келіп шығып айтатын болсақ, енді барлық мемлекеттік ұйымлар, қала бердіне құқық қорғау ұйымларына белгіленген реже график декарында ең шеткі аймақларға, бұқаралар жиыларына шығу арқылы физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын тыңлау, оларды анықлау, анализлеу, сапластыру іләжілерін көру бойынша үлкен вазифа алып барып, енді мемлекеттік ұйымдар белгіленген реже график декарында режеден тысқарып, сол бұқаралар жиыларындағы бұқаралардың алдына барып машқалаларын үйреніп отырды. Қала берді ғаресіздігімізден кейінгі жақын өтмішке назар аударатығын болсақ, афуайым іспілермелік субъектінің мемлекеттік тізімнен өтуінде де үлкен машқала бар еді. 2003 жылы министрлер кабинетінің 357 салы қарарына текар район хәкімлігі жанындағы, район қала хәкімліктері жанында іспілермелік субъектілерін мемлекеттік тізімнен өткеру инспекциясы бар еді. Ода инспекцияда бір адам істейтін еді, һәм қағаз формада со болажақ іспілермен, ямаса іспілермелік субъектілері әрекеттегі қағаз формада құжет тапсыратығын еді. Оған сол бір адам істейтін еді, уақыт кететіғын еді, қосымша артықша талап ететіғын құжетлері бар еді оның. Енді оны сол бірақ 2003 жыл, 2003 жылдан 2015 жылға шейін сол инспекция қызмет қылып келді. Құрметті президентіміздің басламасымен 2016 жылы осы инспекцияның жұмысы кеңейттіріліп, тек қана іспілермелік субъектілерін мемлекеттік тізімнен өткеруменен байланысты емес, оның вазифасы функциялары кеңейттіріліп,
бір айна принцип пикарында мемлекеттік қызметтерді көрсету механизмі жолға қойылды. Бұл бір жыл давамында қызмет көрсетілгеннен кейін бұнан міне бір айна принцип пикарында мемлекеттік қызметтерді көрсетуі және де кеңейтіріліп 2018 жылы 1 январдан бастап мемлекеттік қызметлер орайы шөлкемлестірілді, структурасы тасdiqlanды, вазифасы тасdiqlanды, уәкілдіктері, функциялар низам шеңберінде тасdiqlanып беріліп, хакімлік структурасынан Өзбекстан Республикасы Әділдік министрлігі системасына өткерілді. Сондан кейін қазір әмелиятты көбасып отырмыз, бірақ халқымыз о дәуірдегі қызмет көрсету нелерді ұмытып кетті. Бірнеше қолайлықлар жаратылды. Бүгінгі күнде мемлекеттік қызмет көрсету тарауында қазір ярым сағат ішінде со ішкі тәртіп қағида бойынша белгіленген низам құжаттары бойынша ярым сағаттың ішінде іс-bilimерлік субъектінің тізімінен өткеру механизмі жолға қойылған. Соның үшін қазір мектепке шегінген мектеп білімдендіру шөлкемлерінің тәрбиеланушы сипатында оларды мәселен тізімге алу, басқа да тек қана оны жоғарыда айтып өткеніміздей мемлекеттік ұйымлар, бұқаралар мемлекеттік ұйымлар үшін емес, мемлекеттік ұйымлар бұқаралар үшін принцип пикарында мемлекеттік қызметлер орай тек қана ол қызмет қанасында отырып, бұқаралардың мемлекеттік қызметтен пайдалануын келуін күтіп отырмастан аймақларда көшпелі мемлекеттік қызметлер көрсетіліп механизміне жолға қойылған.